Сәлем, құрметті оқырман. Бүгін сіздермен бірге молочная девочка тортын дайындаймыз. Ол үшін жақсы сгущенка аламыз. Сол сгущенкаға жұмыртқаларды қосып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Одан кейін ұн қосып, қамыр қопсытқыш қосып, жақсылап венчикпен араластырып, 24 сантиметрлік формаға осылай 2 қасықтан құйып, бір келкі етіп жағып, барлық жағын бірдей қылып, 170 градус қызып тұрған пеште сарғайғанша пісіріп аламыз барлығын. Сгущенканы қалғанын пропитка жасап дайындаймыз, су құйып шамалы. Енді кремге кірісеміз. Крем менде сливки, 33-35% сливки, салқын қант ұнтағын қосып, бір келкі масса болғанша, венчигімізге осылай тұру керек, крем құламай, солай болғанша взбивать етеміз миксермен. Енді әр коржды пропитка жағып, арасына осылай 2-3 ас қасық крем жағып, тортты жинаймыз. Форманың ішіне жинаймыз осылай. Барлығын жинап болғаннан кейін үстін фольгамен немесе пленкамен пищевой жауып, холодильникке бір түнге қойып қоямыз, немесе 7-8 сағат тұру керек. Мен тортым түні бойы тұрды. Енді осылай жан-жағын жинақтап, обтяжкаға басқа крем дайындадым мен, яғни творожный сыр мен сливки және қант ұнтағы қосылған крем дайындап, осылай жинап, біріктіріп шықтым. Мен кондитер емеспін. Сол себепті үй жағдайында осылай торт пісіретінім бар. Жақсылап дүзулетіп тортты жинап, шоколадты микроволновкада импульспен 20-30 секундтан жылытып, осылай үстіне құйып шығамыз. Өз қалауыңызша әсемдейсіз. Тортымыз дайын. Жасап көріңіздер, ас болсын.